Барлығына сәлем. Бүгін біз интервалдар мен түшелерді өлшеуді анықтайтын боламыз. Экг лентасында бірінші нормаға тоқталайық. Маңызды білуіміз керек интервалдар ПК және КТ интервалдары. Нормада ПК интервалы бізде 0,18-0,20 секундқа тең болуы қажет. Ал егер одан ұлғаю болатын болса, 0,20-дан жоғары уже біз АВ блокадаға подозрение болады. КТ интервалы нормада 0,38-0,44 секундқа дейін, ол 380 миллисекунд, яғни 440 миллисекундқа дейін. КТ интервалының созылуына, яғни удлинениесіне көптеген причиналар бар. Оған біз сантадарон, амидарон деген препараттардан кейінгі көріністерді және де синдром удлинения интервалы КТ екеуін айтып кетсек болады. Комплекстерден көрес комплекс маңызды, ол нормада 0,12 секундтан аз болу керек. Егер жоғары болса, біз блокадаларды айтып кеткендей, полная блокадаға подозрение бар деген сөз. П түшесі 0,10 секундқа дейін, ол ұлғайса гипертрофия правопредсердияға подозрение болады. Интервалдарды, комплекстерді жалпы қалай өлшейміз? Ол үшін давайте біз өзімізге үлкен етіп, анық етіп сызып алайық. Мен сіздерге қазір қалай қай жерден бастап қай жерге дейін өлшейтіндігімізді айтып кететін боламын. Ең бірінші, давайте ПК интервалына тоқталайық. ПК интервалын П түшесін басталған жерінен бастаймыз және де Q түшесіне дейінгі аймақты алып, сол жерде неше кішкентай клетка бар екендігін есептейміз. ПК интервал осылай есептелінеді. Кейбір ленталарда Q түшесі болмайды, сол кезде біз PR интервалын есептейміз, сол ПК интервалының орнына жүреді. Видеода көріп тұрғандарыңыздай R түшесі мен P түшесінің басталған жерін анықтаймыз. Келесі кезекте давайте QRS комплексін есептейік. QRS комплексін есептеу үшін біз Q түшесінің басталған жерінен бастаймыз және де S түшесімен аяқтаймыз. Осы жерде мен сіздерге бір басқаша давайте пункттермен сызып көрсетейін қазір. Q түшесінің басталған аймағы және де S түшесі екеуінің арасын біз QRS комплексін есептеген кезде анықтаймыз. Қазір алда лентамен сіздерге көрсететін боламын. Ал енді QT интервалына келсек. QT интервалы Q түшесінің басталған жерінен Т түшесінің аяқталған жеріне дейінгі аймақты есептейміз. Мен мына жерде толқынды сызықтармен бейнеледім сіздерге түсінікті болу үшін. Егер де Q түшесі болмаса, бағана айтып кеткенімдей, R түшесінің басталатын жерінен бастап Т түшесінің аяқталатын жеріне дейінгі аймақты біз QT интервалы деп алып есептейміз. Сіздер ЭКГ лентасында кішкентай клеткаларды санау арқылы да есептесеңіздер болады, ал және де мен сияқты циркульмен есептесеңіздер де болады. Циркульмен қалай есептейміз? Вообще циркульмен көмек. ПК интервалын циркульдің көмегімен қалай анықтаймыз? Циркульдің екі ұшы бар, соның бір ұшын П түшесінің басталатын жеріне, екінші ұшын Q түшесінің басталатын жеріне қойып, сол аймақты ЭКГ лентасындағы клетка майда кішкентай клеткаларға қою арқылы неше клетка болып тұрғандығын қараймыз. Тура солай QT интервалында есептейміз. Q түшесінің басталатын аймағынан Т түшесінің біткен жеріне дейінгі аймақты біз QT интервалын есептеу деп атаймыз. Осылай майда клеткалардың санын, үлкен емес, тағы қайталайым, кішкентай клеткалардың санына қазір көбейтетін боламыз. Мен скоростьқа байланысты алдағы уақытта айтып кетемін. Мына жерде өздеріңіз байқағандай QRS комплексін есептейтін точкаларды көрсетіп жатырмын.
экг лентасында екі түрлі жылдамдық болады, 25 мм секундына және де 50 мм секундына. Егер 25 болатын болса, біз білуіміз керек, что каждый кішкентай клетка 0,04 секундқа тең екендігін. Ал 50 болатын болса, скорость онда каждый самый маленький клеткалардың барлығы 0,02 секундқа тең екендігін, сондай уақытта түсірілетіндігін түсінуіміз керек. Мысал ретінде сіздерге түсіндірейін. Бір үлкен клетканың ішінде кішкентай клеткалар болады. Сол кішкентай 5 клетка, егер скорость 25 болатын болса, біреуі 0,04 секундқа тең деген сөз. Енді, значит, біз 5 клетканы көбейтеміз 0,04 секундқа, сол кезде бізде шығады 0,20 секунд. Ал егер скорость 50 болатын болса, біз осы майда клеткалардың санын 0,02-ге көбейтеміз. Давайте мен осы айтқан тақырыптарды экг лентасында примерге қарап көрейік. Мысалы, мынау бізде 50 жылдамдығымен түсірілген экг лентасы. Мен айтқандай, екі ұшын P-Q интервалын өлшеу үшін P-тішесінің басы мен Q-тішесінің басына қою арқылы мына жерде біз 6 кішкентай клетканы көріп тұрмыз. Ол дегеніміз 50 жылдамдықтан 0,02-ге көбейтсек 0,12 секунд деген мағынаны береді. 6 клетка кішкентайда. Тура солай енді Q-T интервалын өлшеп қарайық. Q-тішесінің басталған жері мен T-тішесінің аяқталған жерін алып қараймыз. Клеткаларды есептейміз. 15, 16, 17 кішкентай клетка шығып тұр. Бұл дегеніміз 0,02-ге өтсек 0,34 секундқа тең деген сөз. Яғни Q-T интервалы 340 миллисекундқа тең болып тұр мына лентада. Және де міндетті түрде барлығына қойып көреміз. Бірдей ма, P-Q бірдей ма, Q-T интервалдары бірдей ма, барлығына қойып, осылай мен сияқты тексеріп көреміз. Енді QRS комплексін көрейік. QRS комплексін көру үшін біз Q және де S тішелеріне қойып, неше кішкене клетка болып тұрғанын есептейміз мінекей. Барлығына қойып, олардың барлығы бірдей ма қарап көреміз. Кейде болады, кеуделік тіркемелерде кеңейіп кеткен QRS комплекстарын көреміз. Мына жерде, например, 4 кішкентай клетка болып тұр, значит бізде QRS 0,08 секундқа тең деген сөз, егер скоростың 50 екендігін ескерсек. Мына екінші лентада бізде скорость 25 мм секундына тең. Сіздерге мына жерде майда клеткалар көрінбеуіне байланысты мен 50-лікке клеткалар санына қойып көрем. P-Q, мінекей мына жерде 5 клеткадай болып тұр. P-Q демек 0,10 секунд. 50-ге қойсақ, мінекей мына жерден Q-тыны қараймыз. Тура осылай сіздер де есептесеңіздер болады. Барлығына қойып көреміз. Барлығы бірдей болу керек. АВ блокада кезінде P-Q интервалын өскенін анықтаймыз. Міне осылай жалпы интервалдарды, комплекстарды есептейміз. Қайырлы білім болсын. Барлықтарыңызға рахмет.